Бүкіл еліміз бойынша бір ел бір кітап республикалық акциясы жүріп жатыр. Сол берілген кітаптардың ішінде жазушы Тобық Жармағанбетовтың «Отамал» деген кітабы да ұсынылыпты. Мен осы кітап бойынша қысқаша сөз етпекшімін. Жинақ 7 қысқа әңгіме хикаядан тұрады. Біріншісі «Отамал» деп аталады. Қай әңгіме болмасын, уақиға өткен ғасырдың 40-50 жылдарын суреттейді. Жапай байдың Отамалы деген қойшысы көктемгі кезде табиғаттың өзгерісін қожайынына баяндайды. Кешкілікте қарға ұясына кірмей ұзақ ұшты. Бұл жақсылыққа апармайды. Түн суық, күндіз аяз болады. Әдеттегідей қойды түнде жаймаймын, күндіз жаямын дейді. Бай оған келіспейді. Ұрсып, оны түнгі қой жаюға шығарады. Көп ұзамай ауа райы бұзылады, қатты жел тұрады, қар борайды, үскірік аяз болады. Қойдың соңында Отамалы жүретте отырады. Bir уақытта желдің қаттылығы сондай, қой қайтаруға мұрша бермейді. Амал жоқ, қойдың соңынан еретте отырады. 5 күн бойы осындай қорлықты көреді. 5-ші күні төлдеуге күндері жақын қалған саулықтар қоздай бастайды. Өздері нашарланып, 5 күнгі жолды көтере алмай, суықты көтере алмай, аналары, қозылары қата бастайды. Осыны көрген Отамалы не істерін білмейді, әбден сасады. Барлық үстіндегі киімдерін шешіп тастап, есінен айырылған адамның кейпіне енеді. Байды да қарғайды, қатты желді де қарғайды. Сол бойында өзі оранға ұшып, жан тапсырады. Әңгіменің қысқаша баяны осы. Тағы бір әңгіме қара сиыр деп аталады. Bir ғажабы, байдың атақты, күшті, қайратты бақташысы Малдыбай. Байдың әйелімен екеуінің еңбегіне берген сүтті сиырды алады. Байдың бұны сыйлап отырғаны ол сүзеген сиыр болып шығады. Байдың үйінің мүшелерінде, қызметкерлерінде сүзіп, оған мұрша бермейді. Осыны құтылудың жолын Малдыбайға тапсырып құтылады. Bir күні әдеттегінше мылтығын иығына іліп, кездескен қоян болса атып алам, алдымен бұл сиырды суарып келейін деп, ойдағы құдық басына келеді. Шелекпен құдықтан суарып тұрады да, бұның ойы енді қай жерден қоян кездессем деп тұрғанда, арт жағынан келіп, жаңағы сиыр сүзбей ме? Сүзгенде мұрттай түсіреді. Одан қашқандай болады. Әрдекте бір жырақана бар екен, қорыққаннан соның ішіне түседі. Осыған секіріп, ол сиыр түсе алмас деп. Оның ойлағандай болмайды, сиыр да секіріп түсіп, оны жаңағы жыраның қабырғасына жабыстырып тастайды. Мүйізіне іліп алып. Біраз тұрады да, шауып алып, құдықты бір айналып қайттан келгенде, қарсы тұрып қалғанда, Малдыбай мылтығын кезейді. Мына қорлық көргенше мен сенің өзіңді құртайын деп. Бірақ та көршісінде інісі
қатты ауырып жатқан балалы шағалы еді. Сол сиырдың сүтімен күн керіп отыр еді. Ойына інісі түседі де шүртпесін баспай сиырды аман қалдырады. Қайтадан келіп Малдыбайды тағы сүзе бастайды. Қажет не істерін білмейді де, сол кезде енді бұл аз уақыт емес, бірнеше сағаттық уақыт қой. Әбден Малдыбай қажетта сол сиырдың мүйізінің әлегінен жан тапсырды. Майлаяқ келесі әңгіме. Майлаяқ иттің аты. Үйдегі кемпір мен 2 жасар бала өртке ұшады. Көрші көлем адамдар келіп, өртті сөндірмекші болады. Оған өрт басылмайды. Кейіннен екеуінің өрттен денесін шығарады. Тек қана өзінің ұясында жатқан Майлаяқ қана аман қалады. Қараңызшы, ит адамның досы дейді халық. Сондай-ақ не істерін білмей қыңсылайды. Бір уақытта өгіз арба жеккен кісілер келеді де, жаңағы үлкен кемпірді, одан кейін жаңағы 2 жасар баланы алып, бұлға орап, арбаға салады. Оны жерлеуге апара жатыр еді. Майлаяқ соңдарынан ереді де отырады. Апарған үйіне түсіреді. Сол үйде түнетеді. Бір уақытқа шейін отырып, қайтадан өзінің өртенген үйіндегі ұясына келіп жатады. Қатты уайымға батады. Ертеңіне қайтадан сол үйге барса, оны жерлеуге шығарып жатады. Бейітте жерлейді, көріп жатады. Жұрт кеткенде ол кетпейді. Ойы қожайыны шығып, оған әдеттегідей тамағын береді деп ойлайды. Бірақ та ондай жағдай болмайды. Қайтадан келіп, үйіндегі сиыр мен бұзауды біреулер айдап бара жатады. Онда да соңынан шәулеп үріп, бұл неге апара жатырсың дегендей белгі береді. Ашығады, амалсыздан ұрлыққа көшеді. Сөйтіп жүргенде біреудің оғы оның өкпесіне тиеді. Соңғы рет тағы да бейіт басына келіп, қожайыным шығарау деп жатады. Бірақ шыққан қожайын болмайды. Сол оқтың кесірінен Майлаяқ өледі. Осы жинақтағы тағы бір әңгіме уақыт деп аталады. Ыбыраш деген дәрігер 100-ші ота жасарда елден келген кәрі кемпірді көреді. Ота сәтті өтеді. Ота жасау кезінде осыдан 13 жыл бұрын дүние салған өзінің шешесі есіне түседі. Ғажабай дейді, қалай аумайды мына кісі менің адамнан. Дене бітімі, көз қарасы. Шіркін осындай ана қасымда болса ойды. Тіпті оны өзінің отбасының бір мүшесі етіп алмақшы да болады. Бұл Ыбыраштың өзінің анасына деген сүйіспеншілігін баяндайтын әңгіме. Осы жинақтағы әрбір әңгіменің өзінің тәрбиелік мәндері зор. Мысалы, Жапанбайды алсақ, ол қатыгез бай. Малдыбайды алсақ, аңқау. Майлаяқты алсақ, мейірімді. Ыбырашты алсақ, жаңа айтқандай анаға сүйіспеншілік білдіреді. Тағы да Кәрім деген бір дәрігер өзінің досын ажалдан құтқарады. Ал Шарбат деген көршінің қызы қатты ракпен ауырып жатқан көршісіне қызмет көрсетеді. Міне, әже мен немеренің, ана мен қыздың, көрші көлемнің бір-біріне деген сыйластығын білдіретін осы әңгімелерде үлкен тәрбиелік мән жатыр. Сондықтан оқырман қауым, бұл кітапты оқысаңыздар, көп нәрседе хабардар боласыздар. Әсіресе бұл кітаптағы әңгімелер
балаларға да оқуға өте лайық. Назарларыңызға рахмет.